Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге адам ағзасына пайдалы жасымық сорпасын дайындаймыз. Жасымық сорпасын 4 адамға жететін етіп дайындаймын. Ол үшін бізге 1 пияз, 1 сәбіз және де 1 картошканы алып, сыртынан тазартып, кейіннен дәл видеодағыдай етіп турап шығамыз. Пияз, картоп, сәбізімізді турап болғаннан кейін бір үлкен шеше сарымсағымызды турап аламыз. Енді ыдысымызды неге қойып, газға қойып, оливковое масло қосып, оның үстіне майымыз қызғаннан кейін барып, пиязымызды салып, пиязымыз кішкене қуырылғаннан кейін үстіне банағы тураған чесногымызды салып қуырып аламыз. Кейіннен бәрін сәбізімізді, оның үстіне картопымызды салып, және де жарты шай қасық тұзымызды салып, осылай араластырып қуырамыз. Кейіннен үстіне жасығымызды салып, одан кейін оның үстіне 1,5 литр салқын суымызды құйып, бетін жауып қайнатып қоямыз. Тамағымыз пісіп шыққанға шейін осындай қытырлық нандар дайындаймыз. Яғни біз бұны қысып тұрған духовкаға беті кішкене қатқанға шейін салып аламыз. Кейіннен бір сарымсағымызды, бір теше сарымсағымызды ашып алып, осы күтірлік бетін, яғни кішкене қатса болды, қатты сухарь болып қатып кетпеуі қажет. Осының бетіне жаңағы сарымсағымызды алып, осылайынан үйкеп жағып шығамыз. Бұл нанды басқа да сорпалармен дайындасаңыздар болады. Сорпалармен ішкенге өте керемет дәмді болады. Бұл сухариді тек қана қара наннан емес, басқа да нанның түрлеріне жасай берсеңіздер болады. Міне біздің сухарилеріміз дайын болды. Сухарилеріміз дайындап болғаннан кейін сорпамыз да пісіп шықты. Енді осы сорпамызды алып, блендерден ыстық немесе салқын күйінше де өткізіп ала берсеңіздер болады. Егер де сіздердің сорпаларыңыз қою болып жатса, қайнаған су құйып, тағы да 5 минутқа қайнатпасаңыздар болады. Кейіннен жарты лимонды осылай сығып жіберсеңіздер болады. Өте ерекше дәм береді сорпаға. Міне біздің сорпамыз дайын болды. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша оливковое масло және зелень, лимоннан қосып ішсеңіздер, дәмі өте керемет болады. Менің видеом ұнаса, менің каналыма подписация етіп, қоңыраушаны баса кетіңіздер.